Ал Алматыда остеопатиялық медицина кең қанат жайып келеді. Омыртқа жотасының ауруларын және тағы басқа адам ағзасындағы ауытқуларды қолмен тауып диагноз қойып емдейтін бұл сала туралы білетіндер бірен-саран. Остеопатия ғылымы бас сүйекті орталық жүйке жүйесінің зақымдалуын және ішкі құрылыс пен омыртқа дерттерін қалпына келтіреді. Алматыдан әріптесім Мирас Мұқаш. 3 жасар дәрменнің осыдан 2 жыл бұрын орталық жүйке жүйесі зақымдалған. Бүлдіршінді емдету үшін ата-анасының бармаған жері баспаған тауы қалмапты. Бала бұлшық еттің әлсіздігінен оң аяғын баса алмай әбден қиналды. 1 жастан асқанда оны осы орталыққа келді. Ал қазір тез жүріп кетпесе де нәтиже бар. Баламның бұлшық еті әлсіздігінен еңбектегенде бір аяғын сүйреп еңбектейтін болды. Осы орталықты естіп, 2 курс емін алғаннан кейін балам аяғына нық басып жүріп кетті. Шүкіріміз, сол баламның шауып кеткенінің өзі біз үшін үлкен бақыт. Омыртқамыз кейде орнынан тайып кететін кездер болады. Тіпті бала анасының құрсағында жатқанда да тамыр жүйке жүйесі қысылып қалуы мүмкін. Мәселен, адам мүшесі зақымданып, оны елемесе қан үйіп қалады. Мұндай кезде остеопат дәрігерлердің көмегіне жүгінген дұрыс дейді мамандар. Біздің әсер бұл сүйектерді қозғалту арқылы жаңағы жерге сұйықтық келіп, сол қан өз-өзінен ыдырап жаңағы жердің клеткалары қалпына келе бастайды. Сондықтан бұның әсері тиімді, себебі жаңағы біз көбінесе қозғалысын жақсартамыз. Адам ағзасына дәрінің әсері мен күші жетпейтін кездер аз емес. Сондай сәтте остеопат дәрігерлер дендеген дертті қолмен тауып, диагнозын анықтайды, шипасын береді. Қолымен краниосакральный ритмді сезеді. Медицинада флексио-экстензия деген ритм бар. Соны тыңдау керек, есту керек. Қай жерде ол ритм жоқ, тыңдай алмайды, сол жерде патология. Значит, сол жерде ауру бар. Соны остеопат сондай диагнозды қоятты, и сол жерді емдейді. Принимаем больных от рождения до пожилого возраста. Жаңа туған нәрестелерден бастап қарт кісілерді де қабылдаймыз. Остеопатия заман талабына сай қауіпсіз емдеу шарасы. Адам ағзасына еш ауыртпалықсыз әсер етіп, дертіне шипа беруге болады. Проблемы у всех разные, симптомы разных заболеваний. Бұл орталыққа тек балалар емес, ересектер де жиі келіп емделеді. Бел омыртқасында тұз жиналса, оны қолмен сылып тастауға мүмкіндік бар. Жүйке жүйесі қысылып, уақытында сөйлемейтін, қозғалмайтын нәрестелерге де көмек көрсетіледі. Мирас Мұқаш, Ерболат Қуаныш, Қазақстан ұлттық телеарнасы.